Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қазақтың ұлттық тағамы қызыл ірімшікті бірге жасайтын боламыз. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Келесі видеомда қамырына мүлдем жұмыртқа қажет емес, осындай сап-сары әдемі болып шығады. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, жанында қоңырауша белгісін басып қойыңыздар, сол кезде бірінші болып көресіздер. Енді сүтімізді осында кастрюльге құямыз. Асты қалың сүт, менде қолдың сүті 3 литр. Сіздер магазиндікін алатын болсаңыздар, майлығын жоғары алғандарыңыз дұрыс. Осылай енді сүтіміз пісейін деп жатқан кезде ожауымызбен сапырып жібереміз де 1 литр айранымызды құятын боламыз. Енді айранның сүттің ірігенін күтетін боламыз. Мінекей видеода көрсетіліп тұрғандай іріп жатыр, араластырмайсыздар. Осылай енді қайнағанын күтеміз. Қайнап жатайын деген кезінде оттың астын орташа отқа қойып 2,5-3 сағат қайнататын боламыз. Мүлдем араластыруға болмайды. Видеодағыдай кішкене ғана шеттерінен осылай істесеңіздер болады. Суы кішкене азайған соң үстіне 200 грамм қантымызды қосамыз. Енді сіздер өздеріңіз қалауыңызша қосасыздар. Тәттіні ұнатсаңыздар, тәтті көбірек қоссаңыздар да болады. Мінекей менде 3-3,5 сағаттай өтті. Су тартылып, қоңыр түстес болды. Енді бұны сүзіп алсаңыздар болады, немесе дәкке кішкене бастырып қойсаңыздар болады. Мен осында кішкене 10-15 минуттай үстіне ауыр зат қойып, суын сырғытып алатын боламын. Осымен біздің қызыл ірімшігіміз дайын болды. Қазақтың ұлттық тағамы өте керемет болып шықты. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Достар, егер видео рецепт ұнап жатса, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар деп сұраймын. Видеоның астында поделиться деген батырманы басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз.